Свод, тектор. Сержант мырза, бір ПК-9-ға алғашқы әскери сабағына дайын. Тізім бойынша 16 оқушы, келіп тұрған 16 оқушы. Бөлім командирі Жұмадулаев жазылам. Саламатсыздар ма, студенттер? Сау болыңыз, сержант мырза. Еркін тұрыңдар, отырыңдар. Ал енді құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызда видеороликке аударғым келеді. Қазір сол видеороликті тамашалап болғаннан кейін өздеріңіз тұжырымдама жасап, өзара пікір алысасыздар. Ендеше видеороликті көрейік. Ал мінекей видеороликті тамашалап болдық. Енді өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Қандай көріністі көрдіңіздер сіздер? Осы видеороликтен нені тұжырымдадыңыздар? Орныңыздан тұрыңыз. Студенттерге жазған Аружан автомат клашының қалай шашу керек жолын түсіндім. Мен сізден жауабыңызды жадам. Видеороликтен автоматтың жақтан шашуын көрдім. Өте жақсы. Мінекей сіздер түсінгендей, бұл көріністе Калашников автоматының қары қалай, жартылай, бөлшектеу және жинақтау болатын міне. Бүгінгі ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматын жартылай, бөлшектеу және жинақтау жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы. Сол тақырып бойынша бүгін жұмыс жасаймыз. Негізінде басында түсіндіріп өтейін. Бүгінгі сабақтың тақырыбын автомат Калашников таза төсеніштің үстінде немесе үстелдің үстінде жүргізіледі. Толық емес бөлшектеу және жинақтау процесі автоматты үнемі атсыз ұрыс жағдайына дайын болуға және майлап тазалауға арналады. Түсіндіңіздер ме? Енді сіздерге 3 түрлі сұрақ беремін. Сол 3 түрлі сұраққа сіздер оқулықтан жауап іздейсіздер, және де әрқайсыларыңыз топ өздеріңіздің сұрақтарыңызға тиісінше жауап іздеп, сол сұрақты толығымен қорғап, басқа топтағы оқушыларға түсіндіресіздер. Сол арқылы өзара бір-бірлеріңізді бағалайтын боламыз сабақтың соңында. Так, бірінші топқа Калашников автоматын жартылай бөлшектеу тәртібі сұрағы беріледі. Сол сұрақ бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Сіздер сол сұрақ бойынша қорғап шығасыздар. Осы сұрақты толығымен ашасыздар. Және де басқа студенттерге түсіндіресіздер. Екінші топтың сұрағы автоматты жартылай бөлшектеуден кейін жинастыру бөлшектері мен тетіктерінің құрылысы. Осы сұрақ бойынша толық жауапты тауып, осы тақырыпты ашасыздар. Так, нені сұрап жатсыңдар? Реттілігін жазыңыздар ма? Реттілігін жазыңыздар. Және де басқа студенттерге барлығын түсіндіріп өтесіздер. Қайта ортаға шығып, өз жұмыстарыңызды қорғаңыздар. Жақсы. Жоғарыдан тұрасамыз.
нақтырақ айтыңыз. Атауларын. Алтыншы бекіту. Жетінші ұңғы мені. Қайтармалық пружина. Қайтармалы механизм. Сегізінші бекіту. Бекітпе жасалмай болса ажыратылады. Сегізінші. Сіздер бағалау парағынан сол ескеріп отырыңыздар. Тоғызыншы ұңғыда. Сонымен толығымен аяқтадыңыз. Автоматтық жартылай бөлшектер. Жақсы, отырыңыздар. Тапсырма оқушылық, үшінші топтың тапсырмасы. Жақсы, мұртаға шығарыз. студент Жұмадулаев жазылған. Студент жалпы месседждан. Біз қазір автоматтық құрылысын сипаттамасы айтып береміз. Ұңғы қорабы, тежеуіш компенсатор. Газ поршень бекітпе жақ. Қайтармалы механизм. Қайтармалы механизм. Жамбылы барғасы. Сегіз оқшатар. Қажытыр. Тоғыз сынды. Сынды. 10 жабдықтар пенал. 11 шағын сындырғыш. Ол пулеметті. Ол пулеметті. Жақсы. Осымен сіздер негізгі бөліктерін атап шықтыңыздар, автомат калашников. Жақсы. Басқаларыңыз жазып алыңыздар. Құрметті студенттер, ендеше отыра берулеріңізге болады. Және де келесі топтан сіздерге берілген тапсырма. Автоматтың жинақтау реттігі. Және ендеше сол реттілігімен таныстырып өтіңіздер. Ортаға шығып. Плакаттарыңызды жоғары ұстаңыздар. Басқаларыңыз қарап жазып отырыңыздар. Басқа топта. Студент исламлар. Студент исламлар. Студент жасылар ол. Бізге берілген тапсырма автоматтың жинақтау реттігі. Бірінші газ жүйесін қабылы платформаны қосу. Екінші бекітпемен бекітпе жақтауын қосу. Үшінші бекітпемен қоса бекітпе жақтауын оның қорабына қосу. Жүзген жүрсің ба? Газ жүйесін орналастыру керек. Қайтармалы механизм қосу. Бесінші оның қорабының қақпағын қосу. Жетінші бекітпені ұрыстың қайтармасына қандырап тұтандырғышқа қосу. Оның қорабының қақпағын қосу. Жетінші бекітпені ұрыстың қайтармасына қандырап тұтандырғышқа қосу. Автоматқа ұңғылық тежеуіш компенсаторды үймедіге мен жауында қосу. Сүңгіні қосу. Және де соңында оқшатарды автоматқа қосу. Автомат жинақтау реттігі. Жақсы, отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз автомат калашников автоматын толықтай бөлшектеу және жинастыру тақырыбында өтті. Сол автоматты бөлшектеу және жинақтау бойынша үш сұрақ қойылып, 3 топқа бөлініп, жақсы жұмыс жасадыңыздар. Бірінші топ автомат калашниковтың жартылай бөлшектеу тәртібімен таныстырды. Басқа екі топтың
студенттері сол тәртібін жетіп меңгеріп алды деген ойдамын. Және де осы бірінші топтың студенттері құраған кезде сіздер бағалап отыруларыңыз керек болатын. Сіздердің бағаларыңыз екінші топтың бағасы бірінші топқа беретін бағаларыңыз топтың студенттеріне. Бағалау парақтарыңызға қарап өзара бағалайық. Расулға 3 деген баға қойдым. 5-тен 3 баға. Не себептен? Өйткені ол показы. Мен Жамбылбек Кәусар. Мен бірінші топқа Расулға 3 деген баға қойдым. Мен Жамбылбек Кәусар. Мен бірінші топқа 5-тен 5 деген баға беремін. Бірінші оқушыға Ақжанға 5-тен 5 баға беремін, өйткені ол қатесіз бәрін жинап шықты. Ал Аружанға 5-тен 5 деген баға беремін, себебі ол қатесіз бәрін айтып шықты. Жақсы. Келесі топтың студенттеріне бірінші. Дәулетжан Аружан бағасы 4, себебі ол видеоны түсіндірген айтты. Самет Аружанға бағасы 5, себебі ол автомат қалашылықты дұрыстан размерет етті. Талапбек Расул бағасы 4, себебі ол плакатпен сурет салды. Ерназарға 4, себебі плакатқа Талапбек Расулға көмектесіп аталған жазып шықты. Аяшанға 4, себебі ол аталған кішкене жазды. Жақсы, дұрыс қараланған. Енді екінші топ, үшінші топ студенттері. Студенттер Ильяр Баржан, екінші топты бағалайтын болсақ, Исанова Яшқа 5-тен 5 деген баға беремін, себебі автомат қалашылықты дұрыс трансляция етудің жолдарын анығырақ түсіндірді. Сонымен қатар Айбол Жасыл Айболға болғанда 5-тен 5 деген баға беремін, себебі автомат қалашылықты дұрыс қорғауды анық түсіндірді. Бағалау процесі дұрыс жүргізілді деп ойлаймын. Ары қарата мен сіздердің қорытынды бағаларыңызды қоямын. Әрине, осында қатысып, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтқан студенттер дұрыс, жақсы бағаладыңыздар бір-бірлеріңізді. Енді сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабағымыз автоматты бөлшектеу және жинақтау сабағы болатын. Сіздерді толыққанды меңгерді деп ойлаймын. Реттілігіменен және автоматтың бөлшектеу және жинақтаудағы мақсаты ол автоматты майлау, тазалау және ақауларын жою. Ұрыс кезінде кедергілерге тап болатын болса, ақауларын тез арада жойып, ары қарата ұрысты жалғастыру болатын. Соның барлығын меңгердіңіздер. Енді сіздерге үй тапсырмасына осы тақырыпты қайталап оқып, пысықтап келесіздер. Біз командамыз. Свод, здесь. Еркін тұрыңдар, қараңдар.